Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге дәл пиццериядағыдай болып шығатын шұжықпен дайындалатын пиццалардың рецебімен бөліспекпін. Бұл пиццалар небәрі 6-7 минуттың ішінде пісіп шығады. Қазір сіздерге екі пиццаға арналған қамырдың дұрыс үйлеу жолын көрсетемін, және де пиццаның оригинал соусын да бірге дайындаймыз. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін алдымен мискамызға 175 грамм жылы су құямыз. Үстінен біраз қасық ашытқы саламыз. Одан кейін жарты шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық қант саламыз. 20 грамм зәйтүн майын құямыз. Және 350 грамм ұнды осылай елегішпен өткізіп саламыз. Қамырымызды жақсылап қолмен илеп алғаннан кейін целлофанға салып қоямыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 қызанақ керек болады. Қызанақтың осылай өзектерін алып тастап, 4-ке сыртын жай ғана пышақпен бөліп аламыз. Үстінен қайнап тұрған су құямыз да аздаған уақытқа қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымызда кішкене жұмсарып көтерілгендей болды. Енді оны 2-ге бөліп, орталарына қасық қойып, ажыратып, тағы да целлофанмен жауып қоямыз. Жауып қоярдың алдында зәйтүн майын қолымызға құйып алып, үстінен жағып қойсақ, қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Соусқа арналған қызанақтарымыздың сыртқы қабықтары оңай ашылды. Енді оларды блендерден өткізіп аламыз. Енді табамызға 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Үстінен орегано деген приправадан 1 шай қасық салып, жақсылап араластырып қыздырамыз. Оның үстінен үкіштен өткізілген 2 чеснокты саламыз да жақсылап араластырып, тағы да кішкене қыздырамыз. Қызанақтарымызды құямыз. Үстінен жарты шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық паприка салып, жақсылап араластырып, аздап отта ұстаймыз. Пиццалардың қамыры да көтеріліп дайын болып тұр. Енді оларды пергамент қағазының үстіне немесе майланған табалардың үстіне жақсылап орналастырамыз. Одан кейін қолымызбен осылай жайып шығамыз. Шетіне бортиктарын жасаймыз. Дайын болған соусымызды 2-3 ас қасықтан салып, жайып тегістейміз. Соустан кейін міндетті түрде ірімшіктерді орналастырамыз. Осылай теркадан өткізілген ірімшіктерді жайып шығамыз.
Үстінен осындай ысталған шұжықтарды орналастырдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Алдын ала қыздырылған пеште 250-300 градустық температурада 6-7 минут арасында пісіріп аласыздар. Одан көп ұстауға болмайды, себебі ірімшіктері күйіп немесе пиццаның қамыры қатты болып кетуі мүмкін. Сол себепті дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Нұргүл.